Сұрақтарыңызға сәлем достар, мен сіздерге бүгін мұғалімдерге арналған жақсы бір жасанды интеллект арқылы тапсырмалар дайындауды көрсеткелі жатырмын. Ол үшін ең алдымен мен ChatGPT арқылы былай жазып алдым. 7-ші сынып мектеп баспасы өсімдік және жануарлардың жасушаларын салыстыру цитоплазма ядро қабықша және су және оның маңызды тақырыбына арналған мәтінді жазып бер дедім. Маған басында қысқаша жазды, оны ұзақ қылып жаз дедім. Міне осындай мәтін жазып берді. Мен осыны көшіріп аламын қазір. Сосын көшіріп алғаннан кейін мен бұны қазір сіздерге көрсеткелі жатқан сайтыма қоямын. Міне осы жерін скопировать етемін. Скопировать және міне осындай сайт defeat.me defeat for teachers деген сайт. Бұл жерде міне ағылшынша шығып тұр. Жаңағыдай сайтқа тіркелесіз. Мен тіркеліп қойғанмын, сол үшін осылай жазып жатырмын. Мына текст деген текст, PDF, YouTube links деген жерге кірсеңіз, осы жерге жаңағы мәтініңізді қоясыз. Сосын мына жерде мысалы сыныбын таңдайсыз. Қай сынып екен? Мысалы 7-ші сынып қазақ тілін таңдайсыз. Міне қазақ тілін таңдаймын. Енді generate resources дегенді басамын. Міне осындай бізге шығарып береді оқу парағын, яғни мына жерде маған жаңағы менің өзімнің қойған мәтінімді астындағы мынандай сөздермен және қысқаша мазмұнымен шығарып берді. Негізі мына жерде басып өзгертуге болады. Мына жерде суретімен, әдемі суретімен де жасап берді. Сосын міне сөздік, яғни бізде глоссарий деп аталады. Осындай сөздігі бар. Міне көп таңдаулы сұрақ, астында тесті бар. Мынаны шығарсаңыз, оқушы ат жөнін жазып, күнін жазып, осы тапсырманы орындай береді. Міне тағы да қысқа жауапты сұрақтар, мына жерде осындай жұмыс парақтары беріледі. Міне жұптас бөліс әдісі бойынша тапсырма берілді. Салыстыру қарама-қарсы қою тақырып бойынша берілген қораптардағы 2 тақырып бойынша жазбалар жасаңыз. Мына жерде сөздіктер мен салыстыру қарама-қарсы. Мысалы мына жерге жазасыз жануардың жасушасы, жануар жасушасы немесе өсімдік жасушасы деп. Жануар жасушасы немесе өсімдік жасушасы. Осылай жазамыз, екеуін салыстырады, тапсырманы жазамын және ортасына ұқсастығын жазады. Осылай міне астында тағы да тапсырмалардың түрлерін қосуға болады. Мысалы бүйтіп қоссаңыз болады. Жақшалы карта, бүтіннен бөлшекке, мына жерге тапсырманы өзіңіз жазып қоюға да болады, өзгертіп, немесе мыналарды өзгертуге болады. Мына жақта тағы да басқа тапсырмаларды құрастыра беруге болады. Міне сізге осылай 1 минуттың ішінде дайын жұмыс парақтарын шығарып беретін болады. Енді астында сіз бұны қалай көшіресіз? Міне download PDF деген бар, осыны басасыз, сәл күтесіз. Міне continue көшірілді. Міне көшірілді. Енді осыны алып, сіз жаңағыдай печатать етіп беруіңізге болады. Осылай сіздің сабаққа ресурсыңыз дайын.